Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ауызашарға манты дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге тұзды суымызға бір жұмыртқамызды салып, қамыр илейтін боламыз. Мендегі судың мөлшері 1 стакан. Ал сіздер үйдегі бар адамдарға қарап, азайтып немесе көбейтіп алсаңыздар болады. Мантының қамыры жұмсақтау қамыр болу керек. Қатты да болып кетпеуі керек. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта өте ерекше тағамдардың түрлісі шығатын болады. Ал мінекей қыздар, жұмсақ қамырымыз дайын болды. Тура осындай жұмсақтықта болу керек. Енді қамырымызды 10-15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Ал оған дейін ішіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Фаршымызға осылай майдалап туралған пиязымызды 1 ас қасық, тұзымызды 2 ас қасық, қарабұрышымызды және де зерені осылай қолымыздың көмегімен майдалап салсақ болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Жақындарыңызды қуантып, кешкі ауызашарға дайындап беріңіздер. Ал енді жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде пияз еттен 2 есе көп болуы керек. Сол кезде мантыларыңыз сочный шығатын болады. Егерде менің каналыма тіркелмеген қыздар болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Жақындарыңызмен бөлісіңіздер. Комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ол мен үшін үлкен мотивация және де қазақша контенттің дамуына үлкен үлестеріңізді қосқан боласыздар. Ал енді жаңағы жайып алған қамырымызды осылай жайғастырып, салмамызды салып шығатын боламыз. Мен 1 картошка қостым, ішіне видеоға көрінбей қалыпты. Егер сіздер салмасаңыздар да болады. Енді мантыларымызды әдемілеп түйіп алатын боламыз. Өте тойымды және де өте дәмді тамақтардың бірі. Менің ең жақсы көріп жейтін тамақтарымның бірі. Мінекей қыздар, мантымыз әдемі болып түйілді. Енді осылай барлығын түйіп шығатын боламыз. Комментарияда сіздердің жақсы көріп жейтін тамақтарыңыз қандай және де оны өздеріңіз дайындай аласыздар ма? Жазып кетіңіздер. Тағы қандай тамақтар түрін осылай көрсетіп
жалғастырайын. Сонда жазып кетіңіздер. Міндетті түрде дайындап салатын боламын. Грамдарын описание бөліміне жазып қалдырамын. Мінекей қыздар, дәмді мантымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жұп-жұпқа қамыры видеода онша көрінбей жатыр. Өте дәмді шыққан. Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең оңай және дәмді салаттың рецептісімен бөлісіп кетемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге 13 штук осындай редиска керек болады. Әдемілеп, аршып, тазалап аламыз. Осындай турап аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығатын болады. Ал енді капустамызды осылай үш бүрішті етіп турап аламыз. Негізі корейский капуста салсаңыздар да болады. Маған корейский капуста ұнамаған соң осы капуста түрін қолдандым. Колбасамызды да әдемілеп турап алатын боламыз. Ал қыздар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналым сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ол маған үлкен мотивация береді, әрі қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қосқан боласыздар. Сырымызды да осылай әдемілеп, үш бүрішті етіп турап алатын боламыз. Салатымызға ерекше дәм беретін болады. Одан кейін кукурузымызды салып, майонезбен араластырамыз және де дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді әрі оңай жасалады. Заттары қарапайым, үйде бар заттар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Ал бізге ас болсын. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үйдегі бар заттарды қолдана отырып, ресторанский салаттың рецептісімен бөлісіп кетемін. Ол үшін тазартып, жуып алған картошкамызды осылай үркіштен өткізіп алатын боламыз. Картофельный пай дайындап алатын боламыз. Ол салатымыздың үстін әрлеу үшін керек болады. Өте дәмді болып шығады. Кез келген қонақтарыңызды ұялмай осы салатпен күтіп алсаңыздар болады.
Енді картошкамызды тұзды суға салып 5 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Одан соң 3-4 рет таза мұздай суға жуып алатын боламыз. Енді картошкамызды қызып тұрған майымызда пісіріп алатын боламыз. Арасында осындай қозғап отырамыз. Осындай қуырылған картошкаларды базарда, магазиндерде сатады. Ал біз өзіміз үйде, үй жағдайында дайындап алсақ болады. Он 15 минут суда пісіріп алынған тауық етімізді 4-5 минут майда қуырып алатын боламыз. Қуырмай салсаңыздар да болады. Қуырып салсаңыздар өте ерекше дәм беріп тұрады. Тек қана тауықтың еті емес, басқа малдың еті, жылқының етін де салсаңыздар өте әдемі дәмді болып шығатын болады. Бесбармақтан қалған ет болса да өте дәмді болып шығатын болады. Ал енді құрғақ үлкенірек ыдысымызға қайнатып алынған қызылшамызды саламыз. Одан кейін горохымызды салып аламыз. Одан кейін қуырылған етіміз бен картошный пайымызды және қайнатып алынған жұмыртқамызды салып, майонезбен араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығатын болады. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ал енді картофельный пайымызды осылай үстіне салып шығатын боламыз. Өте әдемі вид беріп тұратын болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемілеп қойсаңыздар болады. Бізде картофельный пай салатымызға өте әдемі дәм беріп тұрады. Ал мінекей біздің салатымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ешқайда жеп көрмеген пирогтарыңыздың рецептісімен бөлісіп кететін боламын. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, 1 стакан шекер, бөлме температурасындағы май және де електен өткізілген ұн керек болады. Барлығын бір ыдысымызға салып, жақсылап араластырып, қамырын илеп алатын боламыз. Міндетті түрде осы пирогты жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Мінекей қыздар, қамырымыз осындай жұмсақтықта болуы керек. Сонда ғана пирогтарыңыз әдемі болып көтеріліп шығатын болады. Енді формамызға жайғастырып алатын боламыз. Осылай қолға жабысқақ қамыр болғандықтан қолымызды ұндап,
жайып шығамыз. Бізге осындай қара мейіз керек болады. Мейіздерімізді де пирогтың үстіне жайып шығатын боламыз. Осылай ішіне батырып тастаңыздар. Әйтпесе духовкада бұл көтерілген кезде мейіз мен жаңғақтарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Енді грецкий жаңғағымызды да дәл солай пирогымыздың ішіне тығып шығатын боламыз. Ал қыздар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ол мен үшін үлкен мотивация болады, және де қазақша контенттің, қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосатын боласыздар. Ал енді осылай молокомыздың пирогтың үстіне осылай жағып шығатын боламыз. Және де алдын ала қыздырылған духовкаға жібереміз. Мінекей қыздар, пирогымыз әдемі болып пісіп шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздер саламатсыздар ма достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай лүпілдеп тұратын бауырсақтың рецептісімен бөлісіп кетемін. Рецепті жоғалтып алмас үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Әртүрлі жиындарға, той дастарханларға істесеңіздер болады, өте әдемі. Ал енді ыдысымызға жылы сүтімізді саламыз. Одан кейін жылы суымызды да салып аламыз.
шекерімізді бір ас қасық дрожжамызды да саламыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін жылы жерге 5-10 минуттай қойып аламыз. 5-10 минут қойғаннан кейін осындай апарамыз дайын болады. Енді аз-аздан ұнымызды електен өткізіп, қамырын иілеп алатын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Қамырымыз қолға жабысқақ болған кезде сұйық майымызды салып, сұйық майымызды да осылай сындырып алатын боламыз. Мінекей қыздар, сұйық майымызды сындырып алдық. Енді бұны асыруға жылы жерге қойып қоямыз. Осылай асып шыққаннан кейін тағы бір ауасын шығарып, тағы 10-15 минутқа қойып қоямыз. Мінекей қыздар, қамырымыз әдемі болып асып шықты, көтеріліп шықты. Енді бұны жайып аламыз. Осылай екі бетіне ұнымызды сеуіп, жақсылап қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Енді осындай насаткамен, осындай формамен бауырсақтарымызды дөңгелетіп аламыз. Артық қалған қамырларын алып, тағы да солай кесіп аламыз. Енді осындай дастарханға тағы 5-10 минуттай тындырып қоямыз. Мінекей қыздар, енді қуырып аламыз, пісіріп аламыз бауырсақтарымызды. Оттарыңыз орташа болуы керек. Қатты отта пісірсеңіздер, ішіндегі қамыры піспей қалады. Бетіндегі қызарып кетіп, ішіндегі қамыры піспей қалуы мүмкін. Сондықтан орташа отта пісіргендеріңіз дұрыс болады. Менің каналыма тіркелмеген қыздар болса, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менің каналымда өте дәмді әрі қолжетімді рецепттер таба аласыздар. Осылай қозғап пісіріп алатын боламыз. Мінекей қыздар, бауырсақтарымыз әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Ас болсын, қыздар. Саламатсыздар ма, қыздар? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай әдемі әрі дәмді чак-чактың рецептісімен бөлісіп кетемін. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ал енді ең бірінші болып жұмыртқаларымызды шағып аламыз. Қонақтардың алдына да беймарал қойсаңыздар болады.
ең бірінші көзге түсетін әдемі чак-чактар болып шығады. Тұзымызды, ас содамызды салып жақсылап араластыратын боламыз. Енді ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан қамырымызды илеп аламыз. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін. Мінекей қыздар, әдемі жұп-жұмсақ қамырымызды илеп алдық. Енді бұны клеенкамыздың ішіне салып, тағы 15 минутқа тұндырып аламыз. Тынған қамырымызды жақсылап енді жайып шығатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Енді жайылған қамырымызға осындай сұйық майымызды жағып шығамыз. Мінекей қыздар, сұйық майымызды жағып шықтық. Енді жайылған қамырымызды бүктеп аламыз. Енді осылай кесіп аламыз. Бүктеп алған қамырымызды осылай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Сосын бір саусағымыздың қойып осылай кесіп алатын боламыз. Саусақтарыңызды қамырға ізін осылай қалдырып кесіп алсаңыздар да болады. 1-2 рет кескеннен кейін көздеріңіз үйреніп қалады. Мінекей қыздар, дәл солай бәрін кесіп аламыз. Енді жай қыздып тұрған майымызға қамырларымызды салып аламыз. Жаңа 2 бүктеп салғанымыз осылай көбейіп кетеді майға түскеннен кейін. Дәл осылай қорып аламыз. Өзі бүгіліп қалады. Мен ештеңе істеп жатқан жоқпын. Тек қозғап отырмын. Өздері майда солай әдемі болып шығатын болады. Барлығын аз-аздан солайнан қорып алатын боламыз. Енді қорып алынған чак-чактарымызды аз-аздан салып, осылай молокомен араластырып алатын боламыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша балмен араластырсаңыздар болады. Әркімге әрқалай, маған осындай молокомен араластырған ұнайды. Үстіне мак немесе күнжітті сеуіп, одан сайын әдемілеп алсаңыздар да болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығатын болады. Мінекей қыздар, дастархандарыңыздың көркін ашатын әдемі шақшақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Менімен бірге видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай дәмді, тойымды тамақтардың бірі кеспе тамағымен бөлісіп кетемін. Бізде бұны кеспе деп айтады, сіздерде қалай аталады комментарияда жазып кетіңіздер. Алдымен бір пиала мұздай суымызды саламыз ыдысымызға, одан кейін біраз қасық тұз, бір жұмыртқамызды салып, осылай аз-аздан ұнымызды да салып, әдемілеп қамырды елеп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Мінекей қыздар, қамырымызды әдемілеп елеп алды. Қатты да емес, жұмсақ та емес қамыр. Мінекей көкөністерімізді де майдалап, кубиктап турап алдық. Енді арасында қамырымызды осылай екі бөлікке бөліп, тағы тындырып қоятын боламыз. Оған дейін қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Содан соң пиязымызды да салып, жақсылап 1-2 минут қуырып алатын боламыз. Майдалап туралған сәбіздерімізді де салып, осылай қуырып алатын боламыз. Кейін осындай томатный соусымызды да салып аламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Одан кейін осылай картошкамызды да салып, жақсылап 1-2 минут қуырып, қайнап тұрған суымызды салып, аузын жауып қоямыз піскенше. Ал енді қамырымызды әдемілеп жайып алдық. Енді кеспемізді әдемілеп турап аламыз. Әркім өз қалауы бойынша осылай жіңішке әдемілеп турасаңыздар болады. Кейбіреулер ұсақтап турағанды жақсы көреді, ал мен осылай жіңішке етіп турағанды жақсы көремін. Піскен кезде дәл макарон сияқты тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де осы тағам түрін жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді әрі тойымды тамақтардың бірі. Мінекей қамырымызды әдемілеп кесіп алдық. Ал енді бұны қайнап тұрған суымызға тұзымызды салып, әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Бір рет қайнап шықса, сосын тезде көтеріп алуларыңыз керек. Сол кезде әдемі макарон сияқты шығатын болады. Ал қайнап тұрса, ол езіліп, еріп кететін болады. Мінекей қамырымызды пісіріп алдық. Енді жаңа дайындап қойған салмамызды үстіне әдемілеп құйып шығатын боламыз. Алдын ала суын осылай жабысып кетпес үшін суын салып аламыз. Артынша осылай картошка мен еттерін салып шығатын боламыз. Ал енді менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды, қуанып қалатын боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін
үлкен алғысымды білдіремін. Қош, сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Сәлем қыздар, енді сіздердің қуырма пельмендеріңіз суымай тұрып қатып қалмайтын болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Тойларға, жиындарға, заказға алып пісірсеңіздер өте керемет болып шығатын болады. Ауызашарға, үйдегі жақындарыңыздарға да дайындап берсеңіздер де болады. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді және де суымызды салып аламыз. 82% майымызды және бір ас қасық майонезімізді, шымдым тұзымызды салып, осылай қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырда мүлдем түйіршік қалмау керек. Әдемілеп илеп алыңыздар. Осылай жұмсақтау қамыр дайын болады. 20 минутқа тындыруға қоямыз. Ал енді қамырымызды өте жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Осылай жайып алған қамырымызды пельмен сияқты кесіп аламыз да, осылай столымыздың үстіне жайып шығатын боламыз. Бұдан да үлкенірек етіп кесіп алсаңыздар да болады, өйткені пельмендеріміз майға түскен кезде кішкентай болып қалатын болады. Ал кәдімгі тамаққа дайындалған пельмендеріміз суға түскен кезде олар үлкен болып кетеді. Сол себепті олардың қамырын кішкентай етіп кесіп аламыз. Енді осылай әдемілеп тұрып түйіп алатын боламыз пельмендерімізді. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Грамдарын адамдардың санына байланысты көбейтіп немесе азайтып қоссаңыздар болады. Осы рецепті жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды, әрі маған үлкен мотивация береді. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосқан боласыздар. Видеоны жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал енді қызып тұрған майымызда осылай пельмендерімізді пісіріп алатын боламыз. Арасында осылай қозғап тұрамыз. Мінекей қыздар, пельмендеріміз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Ал бізге ас болсын, сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге хит болып жатқан маковый тортының рецептісімен бөлісіп кететін боламын. Ол үшін бізге керек болады 3 жұмыртқаның сарысы. Оған қосамыз шекерімізді. Бөлме температурасындағы майымызды да салып аламыз.
ұнымызды және де макымызды салып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығатын болады. Мінекей қыздар, қолға жабысқақ қамырымыз дайын болды. Осылай қолға жабысқақ қамыр болу керек. Енді осылай пакетімізге салып, холодильникке қойып қоятын боламыз. Енді 3 жұмыртқаның ақ уызына шымдым тұзымызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Қонақтар дастарханына, қонаққа апаруға жасасаңыздар, өте дәмді болып шығатын болады. Әрі ең бірінші болып таусылып кететін болады. Өте дәмді болып шығатын болады. Осылай шекерімізді да салып, шекері ерігенше миксерлеп алатын боламыз. 3 жұмыртқамызға 3 ас қасық шекер салатын боламыз. 1 ас қасық кукурузный крахмалымызды да салып, жақсылап еріп кеткенше миксерлеп алатын боламыз. Миксерлеріңіз осылай кішкентай болатын болса, 10-15 минуттай миксерлейсіздер. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Ол маған үлкен мотивация сыйлайтын болады. Мінекей қыздар, ыдысымызды төңкерген кезде осылай ағып кетпеуі керек. Алдын ала турап алынған грецкий жаңғағымызды да салып, араластырып алатын боламыз. Осылай сағаттың стрелкасы бойлап араластырамыз. Менің каналым сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды, ары қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қосқан боласыздар. Қамырымызды енді листімізге әдемілеп жайып шығатын боламыз. Қамырымыз қолға жабысқақ болғаннан кейін осылай қолымызды ұндап, әдемілеп жайып шығамыз. Мінекей қыздар, қамырымызды әдемілеп жайып шықтық. Енді жаңағы пенкамызды үстіне жайып шығатын боламыз. Осылай әдемілеп жайып шыққаннан кейін алдын ала қыздырып қойған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Тортымыз пісқанша кремімізді дайындап аламыз. Менде творожный сыр, сливки және сахарный пудра. Үшеуін бір ыдысымызға салып, жақсылап миксердің көмегімен осылай крем жағдайына жеткенше миксерлеп алатын боламыз. Мінекей қыздар, тортымыз пісіп шықты. Менде беті сал қызарып қалған, басқа жұмыстарыммен болып, ал сіздер қызармай тұрып пештен алыңыздар.
Осылай екіге бөліп шығамыз. Кремімізді да әдемілеп жағып шығатын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығатын болады. Ал екінші бөлігін осылай қоямыз. Біздің маковый тортымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығатын болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Ал бізге ас болсын. Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі қолжетімді үй жағдайында жасалатын печеньені рецептімен бөлісіп кетемін. Өте қарапайым, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шыққан. Үйдегі кішкентай қыздарыңызға да үйретіп қойсаңыздар, тез-тез пісіріп, дайындап қоятын болады. Өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Ол үшін бізге керек болады шекерімізді ыдысымызға салып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды да шағып аламыз. Екі жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Шекеріміз еріп кеткенше жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде шекеріміз еріп кетуі керек. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды, қуанып қаламын. Мінекей шекерімізді жақсылап ерітіп алдық. Енді сұйық майымызды да салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Печеньеміздің ең маңызды жері осы, жақсылап араласып кетуі керек бір-бірімен. Мінекей сұйық майымызды да араластырып алдық. Енді ұнымызды аз-аздан салып, қамырын ереп алатын боламыз. Егерде үйдегі адамдарыңыз көп мөлшерде болатын болса, рецепті көбейтіп немесе азайтып істесеңіздер болады. Мінекей бізде осындай қамыр дайын болды. Енді қолымыздың көмегімен осылай дөңгелектеп шығатын боламыз. Басқаша форма берсеңіздер де болады. Мен осылай дөңгелектеп алдым. Мінекей қыздар, енді осындай вилканың көмегімен сөйтіп шықсақ та болады. Әдемілеп форма беріп шықсақ та болады. Алдын ала қыздырып қойылған пешімізде пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Қыздар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мінекей қыздар, пісіп шықты, әдемі болып. Видеоны соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бұдан да әдемі және қолжетімді рецепттерді шығарып тұратын боламын сіздер. Сәлем достар, баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай әдемі әрі тойымды
әрі витаминдерге толы салаттың рецептімен бөлісіп кетемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Заттары қарапайым, әркімнің үйінен табылатын заттар, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін, осы салатты қонақтарға жасауларыңызды, әртүрлі мерекелерде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге керек болады қайнатылған жұмыртқа, қайнатылған қызылша және де қуырылып алынған картошкамыз керек болады. Менің арнам сіздерге пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Заттарымызды енді ыдысымызға салып аламыз. Мен капустада қостым. Әркім қалауы бойынша өздеріңіз қоссаңыздар болады. Бірақ өте дәмді болып шығады капуста қоссаңыздарды. Енді майонезін салып, жақсылап араластырып аламыз. Капуста қосып жаңаша салаттың түрін шығардым. Мінекей қыздар, салатымыз дайын болды. Ыдыстарымызға алып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді әрі тойымды. Қонақтарға да беймарал істеп берсеңіздер, өте күшті болады. Менің арнам сіздерге пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Ас болсын қыздар.